Міржақып Дулатовтың «Оян қазақ» өлеңі мен Ахмет Байтұрсыновтың «Маса» өлеңіндегі идея үндестігі. 20 ғасыр басындағы қазақ халқының азаттық күресінің басында тұрған Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов тәрізді айбынды алаш азаматтарының еліміздің жарқын болашағы үшін аянбай еңбек еткені баршаға мәлім. Аталған ұлт зиялылары саяси қызметтермен ғана емес, сондай-ақ өздерінің өлең жырлары арқылы да қалың елді жайлаған қараңғылық бұлтын сейілтуге бар күштерін сала білді. Бұған Міржақып Дулатовтың «Оян қазақ» өлеңі мен Ахмет Байтұрсыновтың «Маса» өлеңдері арқылы көз жеткізе аламыз. Бұл екі шығарма авторының да негізгі айтар ойы ұйқыдағы халықты оятып, оларды жаңаша өмірге, еркіндікке, елдікке баулу. Міржақып Дулатов «Оян қазақ» өлеңінде «Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап, хал арам боп, қарағым енді жату жарамасты» деп қазағының ешбір ойсыз, харекетсіз қалғып жүргенін, сөйтіп бәрінен құр қалғандығын ашына жырлайды. Өмірді босқа өткізбей, өзге елдер тәрізді жарыққа ұмтылуға шақырады. Осы сында Ахмет Байтұрсынов өзінің «Маса» өлеңінде үстінде ұйықтағанның айнала ұшып, қаққы жеп қанаттары бұзылғанша, ұйқысын аз да болса бөлмес бекен, қоймастан құлағыңа ызыңдаса деген жолдар арқылы ызыңдап ұшқан маса болып, қалың ұйқыдағы енжар халқын оятпақ болады. Ол да Міржақып тәрізді елінің көзін ашып, олардың жалқаулықтан арылып, жаңа өмірге аяқ басуын аңсайды. Осыдан-ақ екі өлеңді бір арнаға тоғыстырып тұрған олардың идеялық қазығы, яғни алаш жұртын оқуға, өнер-білімге, мәдениетке баулып, басқа елдермен терезесі тең боларлық дәрежеге жеткізу екенін байқауға болады. Міржақып Дулатов «Оян қазақ» өлеңінде найзамен түрсе де қазақтың оянбайтынын айта келе, халыққа жастар басшы бол, қараңғыда жетектеп деп халқын осындай халден құтқарар жастарға үміт артады. Ахмет Байтұрсыновтың да айтары ұқсас. Қалпылдақ қайық мініп еспесі жоқ, теңізде жүрміз қалқып көшпесі жоқ деп өзі жырлағандай сол қоғамға көңілі толмай, алаштың ендігі күніне алаңдаушылық білдіреді. Қорытындылай келсек, Міржақып Дулатовтың «Оян қазақ» өлеңі мен Ахмет Байтұрсыновтың «Маса» өлеңіне терең үңіле отырып, оларды ортақ бір идея үндестіріп тұрғанын аңғарамыз. Ел басына күн туғанда етегімен су кешіп, бір тұтас алаш идеясы төңірегіне біріккен Міржақып Дулатов пен Ахмет Байтұрсыновтың бұл өлеңдері күллі халықты оятып, бостандыққа қол жеткізуін аңсаған, ізгі тілектен туындаған игі шығармалар. Бүгінгі тәуелсіз ел ұрпақтары олардың азаттық жолындағы күресін еш уақытта ұмытпайтыны сөзсіз.